Саламатсыз ба, Назипа жеңеше? Хал жағдайыңыз қалай? Хабарласпағалы көп болды. Кеше телефон соғайын деп едім, қолым тимеді. Иә, менің де уақытым болмай жүр. Қазір Қайрат ағаң Астанада жүр. Олардың мекемесі жаңа тұрғын үй салып жатыр. Біз де сол жаққа көшетін шығармыз. Ол жақта үйлеріңіз бар ма? Әрине жоқ, Қайрат ағаң бізді де көшіріп алмақ. Астананың шет жағынан жекеменшік үй тұрғызғысы келеді. Үйді сатып алған оңай болмас па екен? Астанада үйлер өте қымбат екен. Өзімізге ұнайтын жайлы пәтер сатып алуға қаражатымыз жетіңкіремей тұр. Және оның үстіне таяуда бізде бір қуанышты жаңалық болайын деп жатыр ғой. Ол қандай жаңалық? Біздің ортаншы ұлымыз Еркебұлан үйленбекші. Құтты болсын, Назипа жеңеше. Той қашан болады енді? Иә, рахмет. Қалыңдық қай жақтың баласы? Тойдың болатын мерзімі ол әлі белгісіз. Болашақ келін Тараз қаласынан, ата-анасы да, бауырлары да сол жерде тұрады екен. Енді баланың үйлену тойы үшін қамданып жатырмыз. Қуанышыңыз құтты болсын, жеңеше. Рахмет қарғам. Өзіңнің жағдайларың қалай? Қуаныштың жұмысы жақсы ма? Иә, рахмет, жақсымыз. Қуаныш қазір батыс облыстарды аралап жүр. Бір қатар облыс орталықтарында жаңа дәріханалар ашайын деп жатыр. Жақсы. Талабы оң болсын. Бізден сәлем айт. Жақсы, айтамын. Бізден көмек қажет болса хабарласыңыз. Иә, той уақыты жақындағанда хабарласамын ғой. Сау болыңыз. Сау бол, Дариға.